Құрметті оқушылар, ұстаздар, ата-аналар, жылда әр мектепте өткізілетін соңғы қоңырау мерекесі бұл мектеп тарихына енетін, жүрек толқытатын әрі қуанышты оқиға. Түлектер өздерінің 11 жыл білім алған алтын ұяларымен қоштасса, ұстаздар өздерінің сүйікті шәкірттерін өмірге қанаттандырады. Міне, бізге де сол сәт келіп жетті. Бәрімізге белгілі, пандемияға байланысты биылғы жыл біз үшін жалпы білім беру саласы үшін бұрын соңды болмаған ерекше жағдайда өтті. Бірақ біз барлық қиындықты жеңіп, өз білімдерімізді дамытып, стандартқа сай еңбек еттік. Алғашқы қоңырау балалық арманды жетелеп, білім алып, мақсатын айқындауға шақырса, соңғы қоңырау үні кәмелетке толып, оң солын танып, қанаттанған боз бала мен бой жеткендерді арман биіктеріне ұшырып, ең үлкен өмір мектебіне шығарып салады. Соңғы қоңырау осындай қимас қоштасу сәті мен ыстық. Биылғы гимназиямызда 69 түлек бітіргелі отыр. 11 жыл мектепте үздік оқып, ата-ана мен ұстаздардың қуанышы болған мектеп бітіруші түлектер ауданымыздың ғана емес, еліміздің де мақтанышы. Олардың болашағынан ел жұрт үлкен үміт күтеді. Ауданымыз бойынша үздік оқып, білім алған 10 түлек алтын белгіге, 6 түлек ерекше үлгідегі аттестатқа үміткер болып отыр. Ал мектептегі алғашқы жылдарын сәтті аяқтап, 1-ші сыныптан 2-ші сыныпқа аяқ басқан жас бүлдіршіндер мен барлық мектеп оқушыларын жазғы демалыстарын жақсы өткізіп, күш жинап, жайдары көңіл күймен жаңа оқу жылына оралуына тілектеспін. Сіздер бүгін мектеппен қоштасып, үлкен өмірге жолдамалғалы тұрсыздар. Бүгін барлық қазақстандар үшін, мектеп үшін қоштасуға арналған атаулы мереке. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жас ұрпақты тәрбиесіне, білім беру ісіне ерекше назар аударып, сіздердің сапалы білім алып, үлкен азамат болуларыңыз үшін барынша жағдай жасап отыр. Мектеп қашанда жақсылық пен ізгіліктің, парасаттылық пен руханиятқа толы ойдың, таным мен тәрбиелі істердің ордасы болды. Әр оқушының бойына ұлағатты істердің ұшқынын сіңірді, тәлім мен жүрегін суарды, байыпты бағдарын бағыт етіп ұстанды, біліммей көкжиегін бойына дарытты. Еліміздегі игіліктердің барлығы елдің болашағы, жас ұрпақтың келешегі жарқын болу үшін жасалып жатқан баяндады. Ауылына қарап азаматын таны деген, сендер қайда жүрсеңдер де туған ауылдарымыздай сызды келешегі кемел, өрісі кең, құшақтан шыққандарды ұмытпауға, туған жер өскен орталарыңды мақтан етуге тиіссіңдер. Сіздерді соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әр мектепте соңғы қоңырау мерекесі бұл мектеп тарихына енетін көңілді әрі қуанышты оқиға. Түлектер өздерінің 11 жыл білім алған алтын ұялармен қоштасса, ұстаздар өздерінің сүйікті шәкірттерін өмірге қанаттандырады. Біздің жас түлектеріміз сіздерді алда үлкен сын күтіп тұр. Өмірдің сан тарау жолдарын күтіп тұр. Бәріне ақ жолмен, әппақ ақ көгершін армандарыңа сүрінбей жетіңдер. Сол жолда өмірден лайықты орын алу үшін алған білімдеріңді жұмсаңдар. Алдағы ұлттық бірыңғай тестілеуден абыроймен өтіп, Қазақстанымыздың білікті маманы атануларына тілектеспін. Сәт сапар ақ жол.